Саламатсыздар ма 3-ші сынып оқушылары? Қазақ тілі сабағы. Жыл бойы өткенді қайталау. Сабақтың тақырыбы мәтін және сөйлем. Балалар, алдымен мәтін дегеніміз не, сөйлем дегеніміз не? Ережелерін еске түсіріп алыңыздар. Мәтін мен сөйлемнің қандай ұқсастықтары бар? Немесе қандай айырмашылықтары бар екендігін анықтаңыздар. Бүгінгі сабақта сіздер мәтінмен жұмыс жасайсыздар. Сол үшін алдымен мәтіннің қандай түрлері бар екенін анықтап алайық. Мәтіннің 3 түрі бар: әңгімелеу, сипаттау, пайымдау. Әңгімелеу мәтіннің сұрақтары не істеді, қайтеді? Әңгімелеу мәтіні бір оқиғаны әңгімелейді. Құрылымы: оқиғаның басталуы, оқиғаның одан әрі дамуы, оқиғаның аяқталуы. Сипаттау мәтіні сұрақтары қандай, қай? Сипаттау мәтінінің құрылымы: түрі, сипаты, ерекшелігі. Кез келген затты, құбылысты, жануарды сипаттайды. Пайымдау мәтіні сұрақтары неліктен, не себепті? Пайымдау мәтінінде кез келген пікір дәлелденеді. Құрылымы: дәлелденетін пікір, дәлелдеу. Мәтін түрлерін еске түсіріп алсақ, 119-ші бетте бірінші жаттығуда көрсетілген мәтінді мұқият түсініп оқыңыздар. Мәтінді оқып болған соң, мәтін мазмұнына сәйкес келетін тақырыпты анықтаңыздар. Сіздерге 4 түрлі тақырып берілген. Осы тақырыптардың қайсысы сіз оқыған мәтіннің аты бола алатынын анықтаңыздар. Келесі тапсырма: оқыған мәтініңіз мәтіннің қай түрі екенін анықтаңыз. Әңгімелеу мәтіні ме, сипаттау мәтіні ме, немесе пайымдау мәтіні ме? Мәтін түрлерінің ережесін қайталай отырып, мәтіннің қай түрге жататынын анықтаңыздар. Келесі тапсырмада мәтінді бөліктерге бөліп, әр бөлікке ат беріңіздер. Мәтінді 3 бөлікке бөлеміз. Сіздерге бірінші бөлігінің атауы көрсетілген: мерекелік дайындық. Әрі қарай 2 бөлікке атау беріңіздер. Келесі тапсырма жазылым дағдысына берілген тапсырма. Көп нүктенің орнына бастауыш болатын сөзді тауып жазыңыздар. Келесі тапсырма шығармашылық тапсырма. Балалардың қай мерекеге дайындалып жатқанын білу үшін, олардың орнын ауыстыра отырып, мерекенің атын табыңыздар. Және сол тапқан мереке туралы шағын әңгіме жазыңыздар. Келесі шығармашылық тапсырма: сөздердің аражігін ажыратып, мақалды анықтап жазыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.